Ассалаумағалейкум, достар. Көшпенді жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз Қазақстан қорғаныс өнеркәсібіндегі ең қызық, бірақ ең аз айтылатын жобаның бірі туралы сөйлесеміз. Кеңестік ураган зымыран кешендерінің екінші өмірі туралы. Қоймаларда не жатыр? Украиналық Військовий Вишун талдау платформасы Қазақстанның сақтау базаларын жерсеріктік суреттер арқылы зерттеп, қызық қорытынды шығарған. Олардың айтуынша, Қазақстанда 220 мм ураган жүйесінің 180-ге жуық машинасы сақтауда тұр. Мәселе зымырандарда. Кеңестік урагандарға арналған 9 М27 Ф снарядтарының кепілді сақталу мерзімі әлдеқашан өтіп кеткен. Арыстағы қайғылы оқиға осының тікелей салдары еді. Дәл осы жерден Сербия шығады. Бесқару зауытының құрылтайшысы Марат Есімсейітов Forbesке берген сұхбатында бәрі қалай басталғанын айтады. Арыстағы қойма жарылысынан кейін біз қорғаныс министрлігіне зымырандарды жаңғырту туралы ұсыныспен бардық. Утилге дайындалып жатқан оқ-дәрілерді алдық. Сербиялық Этпро компаниясымен бірге қозғалтқыштар мен зымыран отынын ауыстырдық. Нәтижесінде бұрын 25 километрге ұшатын зымыран бізде 40 километрге дерлік ұшты дейді ол. Бұл тұста ол 122 мм градтарға арналған реактивті снарядтарды меңзегенге ұқсайды. Бұл жай әңгіме емес. 2025 жылдың мамырында жаңғыртылған қондырғы қарулы күштерге тапсырылып, Семей полигонында сәтті нақты өткізілді. Сынақтар жаңартылған нұсқаның ұшу қашықтығы, үнемділігі мен жылдамдығы бойынша артықшылығын көрсетті. Келесі кезең 122 мм және 220 мм реактивті снарядтардың өндірісі. Эпромен 2025 жылдың қаңтарында жасалған келісімшарт бойынша жаңа зымыран қозғалтқыштары жеткізіліп, кейін оларды Қазақстан аумағында өндіру жоспарланған. Ең маңыздысы технология трансфері. Бесқару сербиялық Югоимпортпен бірге зымыран отынын өндіру технологиясын локализациялауда. Бүгінде мұндай құзырет әлемде 10 елден азында бар. Енді инженерлік бөлігі. Сербияның Югоимпорт СДПР компаниясы өзінің 262 мм Р262 зымыран шығарады. Салмағы 400 кг, ұшу қашықтығы 70 км, жылдамдығы 1250 метр секунд. 220 мм калибрге пропорциялап есептесек, сербиялық композиттік отынның меншікті импульсі кеңестік отыннан шамамен 15%-ға жоғары, тығыздығы да артық. Циолковский формуласы бойынша бастапқы жылдамдық 660 метр секундтың орнына 1300 метр секундқа дейін өсті. Қима жүктемесі Р262 мен шамалас болғандықтан 60-70 км теориялық тұрғыда қол жетімді. Бірақ қашықтық жалғыз өзі мағынасыз. 70 километрде басқарусыз зымыранның ауытқуы 500 метрге жетеді. Сербиялықтардың өздері Р262-ге 70 км қашықтықта 400 метр ауытқу көрсеткен. Дәл осы жерде американдық Химарс, қытайлық SR5 және үнділік Пинаканың негізгі айырмашылығы жатыр. GPS түзету блогы. Бұл бөлек модуль. Оны бар зымыранның бас бөлігіне орнатуға болады. SR5 нақ осылай жұмыс істейді. Бір қондырғыдан 122 мм және 220 мм калибрді ататын түзетілетін снарядтармен ауытқуды 10 метрге дейін түсіретін жүйе. Қазақстанның таңдауы нөлден жаңа кешен жасамай, бар 180 машинаны реставрациялап, солардың классына дейін жаңғырту. Бұл ақылды жол платформа тегін, зауыт бар, серіктес бар. Қалғаны навигация мен басқару. Қорытынды бір кездер утилге кететін металлолом болып саналған нәрсе, бүгін мемлекеттің нақты қорғаныс әлеуетіне айналып жатыр. 180 ураган, бұл әлеуетті түрде 2880 зымыран бір дүркін атыста. Егер олардың әрқайсысы 60 километрге ұшып, 10 метр дәлдікпен түсетін болса, бұл мүлдем басқа әңгіме. Ал ең маңыздысы отын өндірісі. Қазақстанда локализацияланса, біз шетелге тәуелді болудан құтыламыз. Достар, бұл тақырып сізді қызықтырса, арнаға жазылып қоңырауды басып қойыңыздар. Пікірлерде жазыңыздар. Сіздіңше, Қазақстан өз Химарсын жасай ала ма? Аман болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.